Мен сіздерге менің ең сүйікті тақырыбым туралы айтқалы отырмын. 0-ші триместр. Сіздер триместр дегеннің не екенін естіген боласыздар. Триместр дегеніміз 3 айды білдіретін нәрсе. Жалпы жүктілік 9 ай немесе 3 триместр деп айтылады. Бірақ мен сіздерге нақты жүктілік басталмай тұрып болатын 0-ші триместр туралы айтқалы отырмын. Бірақ мен көріп отырған жоспарлау жағы онша жақсы емес. Әлемдегі жүктіліктердің 90 жоспарланбаған және кейбір мәселелерді болдырмау, әдемі атмосфера құру, жүктілікті жоспарлау процесін, нақты процесті, босануды, емізуді және тағы басқаларын ләззатпен өткізу мүмкіндігі жоғалады. Сондықтан болашақ ата-аналар әке мен ана. Бұл өздерінің ішкі талдау уақыты. Онда олар өздерінің физикалық денсаулығын, психикалық денсаулығын, эмоционалдық денсаулығын және қаржылық денсаулығын, отбасылық қолдауды және тіпті рухани денсаулықты қарастырады, мен айтар едім. Сондықтан өміріміздің барлық қырларын қарастырыңыз. Өзіміздің қайда екенімізді көріңіз. Себебі сіз өзіңіздің көшірмеңізді жасайтын боласыз. Егер сіз ең жақсы жағдайда болсаңыз, сіз жасайтын ұрпақ та ең жақсы болады. Әр ата-ана өз баласына ең жақсысын бергісі келетініне сенімдімін. Физикалық бөлік туралы айтқанда мен туралы айтып отырмын. Бұл сіздің энергияңыз, сіз жейтін тағам, сіз тұтынатын ойлар, көретін фильмдеріңіз, тыңдайтын әндеріңіз, оқитын кітаптарыңыз, араласатын адамдарыңыз. Әрбір медициналық тұрғыдан анемияны тексеру, қалқанша безінің мәселелерін тексеру, қазіргі кезде үлкен эпидемияға айналған диабетті тексеру, сондай-ақ қызылшақ, суық тию сияқты маңызды вирустық инфекциялардан қорғалғаныңызды тексеру өте маңызды. Қан тобыңызды тексеріп, серіктесіңізбен үйлесімсіздік бар жоғын көру үшін де жақсы уақыт. Осы нәрселердің барлығы дұрыс кезеңде жасалуы өте маңызды. Фолий қышқылы мен 12 дәрумендерін бала көтеруге тырыспас бұрын қабылдау. Әсіресе жүйпе түтімінің ақауларын болдырмауға көмектеседі. Сондықтан 0-ші триместр, 0 сөзі бос сияқты көрінуі мүмкін. Ол бос емес, оның үлкен әлеуеті бар. Бұл жерде сіз өзіңізге дұрыс жемістер алу үшін тұқым себіп, тамырларды суарасыз, тек отбасыңыз үшін ғана емес. Сонымен қатар қалаңыз, еліңіз және бүкіл әлем үшін оны біз өмір сүретін әдемі орынға айналдырасыз.